Келесі оқушылар 15-ші сеп жай есептейміз деп берілген. Аралас бөлшектер берілген. Аралас бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру үшін біз мына бөлшекті 8-ге көбейтіп, алдына тұрған санды 8-ге көбейтіп, кейін бірге қосамыз, алымына қосамыз. Яғни айтқанда, бұл есеп қалай жасалады? 8 бөлімі тұрады. Мына 1-ді 8-ге көбейтемін. Және қосамын алымындағы 1-ге. Көбейтілген 5, азайтылған жаңағыны бөлімі жазылады. 3-ке 4 көбейтіледі. Және қосылады 3-ке. Бөлінген дейді. 1,125-ті мен бүйтіп жазсам болады. Және мұны 1-ден қысқартып жіберейік. 25-ті 100-ден қысқартқанда ол менде неше? 100-ді 25-ке бөлінген кетем, 4-ке кетеді болатында 4-тен 1 болады. Келесі көбейтілген 5-тен 24. И бұл аралас бөлшекті 1-ден қорытсақ, жай бөлшекке 1-ді 4-ке көбейтем, қосам 1-ге, яғни бұлай болады. 1 көбейтілген 4, қосылған 1. Келесі 9 бөлінген 8, көбейтілген 5, азайтылған 12 қосылған 3, менде 15 бөлінген 4. Келесі менде бөлу деп тұр, бөлуді көбейтуге айналдырам, яғни орындарын ауыстырам, 4 көбейту деймін, асты бөлімінде тұрған 4-ті жоғары алымына, астында 5, ол менде үстінде тұрған, алымда тұрған 5 бөліміне кетеді. Және көбейтілген мына жердегі 5 бөлінген 24-ке қысқаратын қысқартам, 5 пен 5 қысқарады, 4 пен 4 қысқарады болды. Келесі 9 бөлінген 8 бөлінген 5, оны 45-ке тең. Азайтылған 15 бөлінген 24. Ортақ бөлім берем, 8-ді 3-ке көбейтем, 24 болады. 5-ті 3-ке көбейтем, сонда 120, 135 болады екен. 135 азайтылған 15. Яғни 120 бөлінген 24. Оны қысқаратын болса, 120-ны 24-ке бөлсек, ол менде 5 шығады. Жауап менде А нұсқасында тұр екен.